Орман маңындағы ауылда бір қора тауықтар өмір сүріпті. Сүйкімді тауықтар өте тату-тәтті тұрады екен. Оларға бір ақ қораз бас болыпты. Бірақ ауыл маңына таяу жердегі орман ішінде бір аш қасқыр тұрады екен. Бірнеше күн бойы нәр татпаған ол бір күні осы тауықтарға көзі түсіпті. Қасқыр, бүгін қайтсем де осы тауықтарды ұстап алып жеймін деп ойлапты. Таң атысымен ол қораға баспалап енді кіре бастағанда ақ балапан көріп қалып, барлық тауықтар мен балапандарға хабар беріпті. Ол жақын маңда қасқыр жүр, біз бірігіп амал ойлап қасқырды қуып жіберейік депті. Аш қасқыр қораға кіре бастағаны сол еді. Тауықтар бір-біріне хабарлап, тез арада қораларына тығылып үлгереді. Қасқыр амалы таусылып кетіп қалады. Екінші күні қасқыр егінші болып киініп, тауықтарды алдап соқпақшы болады. Бірақ аққораз бен балапан және оның достары тағы да жауыз қасқырды бірден байқап қояды. Олар шулап жүріп, ауылдың итін көмекке шақырады. Қасқыр амалсыздан тағы да орманға қашып кетеді. Үшінші күні көкжал қасқыр тағы да қораға кірмекші болады. Бірақ ақылды тауықтар бірігіп ор қазып, бетін шөппен жауып қойған екен. Көкжал қасқырдың қораға кіре бергені сол еді. Тауықтардың қазып қойған орнына байқамай топ етіп құлап түседі. Қасқыр қанша жанталаса да терең ордан қашып құтыла алмапты. Ақ балапан, көрдің бе Қасеке, біз тауықтар кішкентай болсақ та тату-тәтті тұрамыз, бізді жейміз деп ойлама, депті. Көп өтпей қасқырды үй иесі байқап қойып, ордан шығарып қуалай бастайды. Зәресі ұшқан қасқыр орманға қарай жан ұшыра жүгіреді. Содан бастап тауықтар бұрынғыдан да тату бола түсіпті.